Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бүгін кекстің 2 жасалу түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізде бірінші сүтпен жасалатын түрі. Алдымен жұмыртқамызға қант салып, оны араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, сүтімізді жылытып қосамыз. Достар, сүтті міндетті түрде жылытып алу қажет, және оған шамалы тұз қосамыз. Енді осы массамызға сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Содан соң қамыр қопсытқышты саламыз, және де ұнымызды себелеп отырып, жақсылап араластырып шығамыз. Міне біздің массамыз осындай қою болып шықты. Енді оны формамызға бірдей көлемде қасықпен құйып шығамыз. Достар, сіздерге мен каналымның сілтемесін дәл осы жерге қалдырамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз формамызға құйып алдық, енді оны пісіруге қоямыз. Міне достар, сіздер көріп тұрғандарыңыздай бізде пышный болып шықты. Достар, сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі жақсы көтеріліп шықты. Бір жасағаннан дәмді әрі жұмсақ керемет болып шығады. Ал достар, сіздермен екінші кекстің құрамымен бөлісетін боламын. Бұны біз айранмен жасаймыз. Біздің бұл рецептіміз бірінші түріне ұқсас болып келеді. Оған 3 жұмыртқа және де қант қосып араластырамыз. Достар, мен бұл жолы электронды венчикті қолдандым. Бірінші түрінде мен қол венчигін қолданған болатынмын. Енді осыны жақсылап көпіргенше осылай араластырып шығамыз. Міне біздің массамыз дәл осындай аппақ болғанша көпіреді, және де жылы айранымызды қосамыз. Содан соң сұйық май құямыз. Және де қамыр қопсытқыш салып, үстінен ұнымызды себелеп отырып араластырамыз. Массамызды басып алмас үшін ұнымызды аз-аздан қосамыз. Енді оны осындай лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне біздің тестамыз осылай пышный болып шықты. Енді осы массамызды қасықпен формаға құйып шығамыз. Достар, біздің жасаған 2 түрлі кекстің құрамы өте ұқсас болып келеді. Біріншісіне сүт, екіншісіне айран қосып жасадық. Достар, бұл 2 түрін мен біріншісін қол венчигімен, екіншісін электронды венчикпен жасап көрдім. Сіздер де айырмашылығын қарап көріңіздер. Міне біз екінші түрінде жасап болдық. Сіздер де дәл осы рецепттерді қолданып көріңіздер. Менің видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп лайк басқандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.